Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Эльнура, бүгін сіздермен дәмі үйретіне жағдайында лағман істейміз. Ет қажет болады. Етімізді дәл осындай қылып 4 бұрыштеп кесіп аламыз. Пиязды да 4 бұрышты қылып кесіп орташа отта табада пісіреміз. Сарымсақтарды да осылай қылып кесіп аламыз. Сәбіздерді 4 бұрышты қылып кесеміз. Міне дәл осындай қылып мантыға қосатындай қылып 4 бұрышты қылып кесеміз. Қызып жатқан жаңағы табамызға етімізді салып араластырамыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Қызанақтарымызды да 4 бұрышты қылып кесіп аламыз. Бұдан кейін табамызға сарымсақтарымызды салып араластырамыз. Картоптарымызды да 4 бұрышты қылып кесіп аламыз. Міне дәл осындай болды. 4 бұрышты қылып кесіп алдым. Табамызға сәбізімізді салып араластырамыз. Артынша қызанақтарымызды да салып жібереміз. Артынша қызанақ пастасын салып, тамағымызды тағы да араластырамыз. Одан кейін әркім өз қалауынша су құяды. Егер де сіздер су көп қылған қаласаңыздар, көп су құясыздар. Әркімнің өз қалауы. Мен дайын лапшаларды қолдандым. Қайнап тұрған суға осылай дайын лапшаларымды салдым. Дәміне қарай тұз сеуіп, 10-15 минуттай осылай лапшаларды пісіріп аламын. Подлигі қайнаған кезде картошкаларымызды саламыз. Орташа отта пісіріп аламыз. Дәмі үйретін әрі тез дайын болатын үй жағдайындағы лағман дайын. Видео ұнаса лайк, комментарий жазуларыңызды сұраймын.